Иә достар, Ислам Махачев тағы да жеңіске жетіп, енді жартылай орта салмақтың белбеуін ғана емес, орта салмақтың да белбеуін алып, 3 дүркін чемпион болғысы келетінін айтқан еді. Енді оның қолынан келе ме, шафқатпен шыға ма? Барлығын осы пресс-конференцияда білетін боламыз. Сіздермен солай де арнасы. Біз бастаймыз. Айтпақшы, Ислам Махачев Рената Майканын және Мират Джашвили мен Умар Нурмагомедовтың толық жекпе-жектерін көргілеріңіз келсе, менің телеграм арнамнан көре аласыздар. Сілтемесі осы бейненің астында. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрағым келіп тұрғаны, әлбетте сен әзір чемпионсың және UFC саған үміткерлер тізімін жіберуі керек, бірақ сен әзір өзің ақ біреуді шақырсан болады. Олар Арманға бермейміз деді. Арман Сарукян белбеуге келесі жекпе-жекке шықпайды деді. Бұл менің жұмысым емес. Мен жай ғана жауынгермін. Маған контрактты жібер, болғаны маған жаңа мақсат керек. Мен қолым босамай жүргенін қалаймын. Өте қызық, сен толықтай доминация көрсеттің. Енді сені жеңіл салмақтағы ең мықты жауынгер деп атауда. Енді сен жартылай орта салмаққа көтерілуді ойластырып жүрсің бе? Тек бір нәрсе ғана бар. Мен ол қашан болатынын білмеймін, бірақ сендерге айтқанмын. Бұл спорттан екі белбеусіз кетпеймін. Маған екінші белбеу керек. Сол кезде мен өзімді ең мықты аңыз адам дей аламын. Ал әзірге менің мақсатым 2 дивизионның чемпионы болу. Мен білмеймін ол қашан болатын, достар. Келесі жекпе-жекпе немесе басқа күніме. Мен шайқасымды жалғастырамын. Жеңе беремін, белбеуімді қорғаймын. UFC қанша рет сұраса, сонша белбеуімді қорғауға дайынмын. Сосын маған мүмкіндік берген кездерінде 2 дүркін чемпион болғым келеді. Ал бүгінгі бейнеміз дарынның арқасында шыққан болатын. Көп алғыс айтамын, барлық арнамыздың дамуына кетеді. Ал егерде сіз келесі бейнен шоуына септік тигізіңіз келсе, онда осы нөмірге кез келген қаражатты жіберсеңіздер болады. Алдын ала алғыс айтамын. Сені белбеуді қорғаудың өзі қанаттандыра ма? Немесе сені басқа жауынгерлер секілді 2 дүркін чемпион болу мақсаты қызықтыра ма? Әлде Алекс Перейра секілді 3 салмақтың чемпионы болғың келе ме? Осындай нәрселер қанаттандыра ма сені? Мен 3 дивизионның чемпионы бола аламын. Жай ғана мүмкіндік бер, болғаны. Мен Дрикус Дюплесимен де төбелесуге дайынмын. Олар маған мүмкіндік берсе, бәрімен шығамын, дарабозбен де. Сөз беремін, Дана Уайт маған контракт жіберсе, онымен шыға аламын, төбелесемін. Бұны айтқан жақсы болды. Сен 93 килограммға көтеріліп, Алекс Перейраны да жеңе алады деген болатын. Бұл артық емес пе? Бұл артық енді. Маған бірінші білу керек. Карменің диета программасын үйрену керек. 93 килограмм болу үшін. Олардың жекпе-жегінен кейін эмоцияңды сақтап, салқын қандылықты сақтау қиын болды ма? Шыны керек, бұл қатты қиын болмады. Мен қыздарынып жүрдім. Бірақ барлық жекпе-жекті қарап шықтым. Әрине, бұны көріп көңілім түсті, бірақ Умар жақсы көрінді. Умар әлі де жас, әлі де аш. Оның әлі уақыты бар, себебі ол әлі жас. Ол көп қателіктер жіберді осы жекпе-жекте, шыны керек. Ал Мират болса өз жұмысын керемет жасады. Жекпе-жектері жақын болды. Умар қатты зақым алған жоқ. Және жақсы соққылар лақтырды. Бірақ ештеңе етпейді. Қолын сындырып алды. 100% сенімдімін оның қайта келетініне. Ол әлі жас, оған қоса аш әлі. Бір күні UFC чемпионы болады, иншаллах. Сен басқа дивизионға көтерілгің келетінін айттың, бірақ мұнда Илья Тупурия жазған болатын. Білмеймін, көрдің бе жоқ па? Маған айтқан. Ол сені талдыра аламын деді, және бұл оңай болады деді. Оған не дей аласың? You said that you're ready to go up a division. There's a tweet from Ilia Topuria that he can go up the weight and he can beat you with no problem. What do you think about that? Білмеймін, соншама қарсыластар шығып кетті. Бәрі мені бірінші, екінші раундта талдырғысы келеді. Бәрі осыны айтады. Айттым ғой, 70 килограмм жасаңдар. Клеткаға кіріңдер. Сол кезде көреміз кім-кімді талдыратын. Мен жұмыс жасауға дайынмын.
Олар маған тек 7 күн шықпайсың деді. Сондықтан келесі аптада төбелесе аламын. Без проблем. Мират, өте керемет жекпе-жек көрсеттің бүгін. Өте қиын қарсылас, дайындық кезінде де көптеген қиындықтар болды. Сондықтан маған әзір жеңіске жеткендегі сезіміңді айта аласың ба? Қаншалықты маңызды болды саған жеңу? Мен әзір мұнда отырып, сенімен сөйлесіп жатқаным, мен үшін бір әшейін бір күн. Жай ғана төбелес өткіздім. Төбелес мен үшін қиын емес. Жай бүкіл жаттығу лагерін өткізіп, салмақ жасау, осы қиын. Бірақ жұманың азанынан бастап, мен ішіп жеп, бастағаннан кейін өмір қайта керемет болды. Бүгін де жай бір әшейін күн болды. Күнделіктегідей, маған бәрібір болды жеңіліс көрмеген Нұрмағамедовпен шығу. Мен білдім. Мен әшейін ғана келіп өзімнің жұмысымды істеймін деп. Бірақ онымен қоса мен күнде залға бардым, жаттығып жүрдім. Өзімнің командама алғысымды айтқым келеді. Нью-Йорк, Лас-Вегас. Спаррингке көмектескен әрбір жігітке алғыс айтамын. Әсіресе Алджимейн Стерлингке алғыс айтқым келеді. Менімше Стерлингтің күресі Нұрмагомедовтен әлде қайда мықтырақ, түсінесің бе? Мен дұрыс жеткізіп тұрмын ғой, иә? Алджимейн Стерлингтің күресі басқа деңгейде. Білмеймін. Мен ешкімді көрмеймін ол секілді мықты біреуді. Стерлинг бәрін жеңе алады, барлық Нұрмагомедовтарды қосқанда. Құрметпен айтып жатырмын, себебі Стерлинг мықты. Умар жекпе-жектің алғашқы раундтарын алды, ал сен басында асықпауға тырысқан секілдісің баяғыдан қарағанда. Бұл геймпланың болды ма? Бәрі сен ойлағандай болды ма? Немесе сол мезетте солай жасау қажет болды ма? Иә, мен асықпадым. Асығудың қажеті болмады. Мен ол жақта шайқасқым келді. Мен күрескім келмеді. Мен ол жігіттің бетінен ұрғым келді. Ұратын моментті іздеп отырдым, ыңғайлы болатын. Және солай тырыстым. Себебі осы. Сондықтан мен асықпадым. Себебі сендер білетіндей мен соңғы раундтарда оянамын. Мен 10 раунд бойы шайқаса аламын керек болса. Оған қоса ол жас. Ол мені шал деген. Менде видео бар, оны мен дос ретінде сөйлесіп жатқан. Сосын ол: «О, сен шалсың, кету керек саған. Енді менің уақытым келді» деп. Бауырым, қарашы мынаған. Иә, одан кәрі шығармын, бірақ менде тәжірибе бар. Мен көп жаттықтым. Мен ондай емеспін, не айтып отырсың? Шалдардан құтыла алмай жатырсың ба? Не айтқың келіп тұр? Иә, оның жас екенін білдім. Және оны еш қиындықсыз жеңе алатынымды білдім. Сондықтан UFC менен Умар жайлы әр сұраған сайын мен иә дедім. Бірақ мен наурыз айында төбелескім келген, ал мәселе Умарда болған. Ол наурызда шыға алмаймын деді, себебі ода Рамазан айы басталады екен. Иә, сол үшін мен басқа біреуді күткенмін. Наурызда менімен шыға алатын. Немесе UFC наурыздан кейін шығасын десе де мен Умармен шыға алатын едім. Бірақ Стерлинг Мавсар Евлоевпен шыққанда мен онымен бірге жаттыққамын сол кезде. Және аяғымды кесіп, сол жақта жарақат алғамын. Және инфекция жұқтырып алдым. Сол үшін жекпе-жекті күтпегенмін. Сосын бір уақытта мақұл деп қабылдай салдым. Иә, достар, сонымен осы. Мираптың жеңісі ұнады ма? Ислам Махачев Майкана жекпе-жегі жайлы не ойлайсыздар? Ислам мен Шафхат жекпе-жегін көрсек, кім жеңеді? Оны да комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Сол ID арнасы жақсы жаңалықтарда жүздескенше, қош аман, сау болыңыздар.